15 күнгі кешкі ақшам жерлерінен хабар жариялаймыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Дархандықтың басы жомарттық, аяғы құдайшылдық деген сөз келді. Ішінде шынтақ айналмайтын еркектер көбейер, әйелдер етек жеңін жимаса. Сосын 40-тың 40-асы бар, жұрқасы бар деген ақпарат келді, сөз келді. Жыртың дақтың желігі басылмас, ашқарақтың жерігі басылмас деген сөз келді. Сосын жауып жатқан қаңтар айындағы қардың жасыл қуаттармен толысқан деген ақпарат келді. Осы жауып жатқан қар боран арқылы көріністен кеңістікте түрлі әдемі ою суреттер көрінді, жасыл түсті. Соны түсінгенім, мұның бәрі жаңағы көктен жауып жатқан қардың сондай жасыл қуаттармен толысқандығын көрсетті деп ұқтым. Жасыл енді өмірмен тіршіліктің әрімен байланысты ғой. Сондықтан бірақ қазір кешегі осы қаншама қуаттар жоғалтты, енді осыменен толыстырып жатыр ғой. Ана қара күштер көбейіп кетті. Бірақ енді осыған енді тәуе келмесе, әйелдер етегі жеңілмесе, бәрі енді сол енді күйеулеріне міне сынақ түсе береді. Іште шынтақ айналмау деген сөз, енді ол анда іші тарылу деген сөз, оны тіптен ол ертең артынан оның қандай ауру пайда болады, қандай қайғы қасірет болады, бұл да бір белгісіз жағдай. Кеш уақыт екен, орманның шеті, көл жағасының шеті екен, ағаштың ар жағынан бір толған айды екі қол бүйтіп көтеріп келе жатқан сияқты көрінді. Сол толған айдың беті, сол кішкентай нәресте баланың күлімсіреген бейнесі көрінді. Содан кейін ана қасиетті меңгермеген кісілер деп солай ойладым. Анда ылғи алты бұрыш бұлай ма, қоршап ала ма жолдарын тосып тұрады екен. Андай жолы жабылу деген сол қасиетті меңгермесе сонымен байланысты ма деп солай түсіндім. Кие не болады дегенде алты бұрыш деген киемен байланысты, және алты бұрыш деген жүрекпен байланысты. Жүректің өзі алты бұрыш қой, қарап тұрсаң. Сосын алты бұрыш мәуе, Құранда мәуе жәннат деген сол. Негізі әйелдермен байланысты алты нәрсе, еркектермен 5 берес алты алатын бар ма дейді, соны айтады. Кеш жарық маған бірінші көрініс бос торғай балаларын ұясында жаңа тамақтандырып отыр екен. Сосын ғаламшарда сары мен ақ жарық түс жаңа сызықпен түсіп жатыр. Сосын зікірге өзімнің Күлшара әжем келді. Не жаңа қол жайып, қасиетті о кісінің қасиеті болып сөйлеген баланың болуғын шешетін болған екен. Тұтық па болып сондай шешетін сондай қасиеті болған екен о кісінің. Сосын арып ашыған әруақтар келді деп түсті зікірге. Сосын үлкен кеме жағаға келіп тоқтап жатыр, және оның жарықтары әр жерден түсіп тұр да, бірақ жырықтары көп екен. Сосын табандарым біресе суып, біресе қызып, сондай бір құбылыстар ем-шипа жүрген сияқты. Аймен байланысты ғой. Аймен бүгін 12 жұлдыз ма, ертең 10 сол кеменің тоқтауы басталады. Кеш жарық ай жарқырап тұрды. Сол айдың жарқырағаннан қасқырға бойнап бір жарқ етіп бір нәрсе түсті. Сосын ол кәдімгі сұңқару сияқты бір үлкен бір құсқа солай жалғасты ма, сондай нәрсе болып кетті. Сондай бір көрініс болды. Сосын ой қорыту басталды деген сөз келді. Сосын шығыс жақтан бір қалың қол келе жатты. Олар қалың тұманға түсіп көрінбей кетті. Салмақты сөз ой тастар, маржан ой тізбегі айшықталар деген тағы жолдар келді. Содан кейін ағып жатқан суды көрсетті де, сосын оның қайттан теріс ағып жатқанын көрсетті. Сосын бүгін қалқанша бездеріне дем түсті. Кеш жарық мынандай көрініс болды. Үлкен толған ай жерге қарай түсіп тұрды. Сол айдың ішінде қазақша ой тұрды. Сосын далада, қырда сап-сабымен тұрған аталар болды. Қазақша киінген. Бірдемені күтіп тұр. Сөйтіп көрініс болды. Сосын мынандай сөз келді. Ер туатын заман келді дейді. Тас сөйлейтін уақыт келді дейді. Сол енді қалыпты ойлайтын еркектер енді жаңа биік дауыстар емес.
ана өзінің ішіндегі сұмырайына мен күресуді ойлау керек та. Әркімнің ішінде бір сұмырай бар да. Сен өзің түземей, ешкімді түзеп қарқ қылмайсың да. Әркім өзін түзеу керек. Біреу түзеу үшін өзің түзеу керек. Ал ешкім түзеу тағдырың түзе, сонда ғана сосын Алла Тағала сен арқылы ел түзейді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Бірінші көрген көріністе қара толқын, оң жағымнан кеп қара толқын келіп жатыр осылай. Сол жерде бұлақ сияқты кішкентай ғана су соған кеп тіреледі. Қаншама толқын келді, соған тіреледі. Бірақ соны нете алмады. Анау әлден уақытта бәрі ағар, сол толқындардың бәрі ағарып кетті. Сондай соны бір бұлақтан ерілді ғой енді. Өте алмай. Иә. Сол анау кішкентай ғана былай кішкентай әлі көршік былай шығып жатыр, соған кеп тіреледі. Сондай көріністе. Екінші көріністе ер адам қара костюм шалбар, ақ көйлек, галстугы бар, бір неден шықты енді. Сол шықты да шалқалап құлады. Не болды деп сұраған кезде оққа ұшты деді. Оны көрсеткен не бізде Дом министерства. Сол нені көрсетті. Содан кейінгі көрген көріністе мына не Сарыарқа налоговый несі, Сарыарқа налоговый мекемесі. Иә, салық мекеме. Соның салық мекемеге сынақтар түсті деді. Сосын ер адамдарға жүректен, көп ер адамдар жүректен сол неге Ақтелпектің алдында жүрген. Сондай көріністер. Жүрек ауру басталады деген сөз. Қиямет. Міне енді қазір осындай қиямет басталады, сосын халық өзім арпалысып кетеді да. Өзін түзеуге амал жоқ. Құдай мәжбүрлейді осылай. Бүгін қаңтардың 17-сі таңғы зікір. Ордаға мәшғүл Жүсіп ата келіп таяғымен орданы аластады, қаралық сылып түсірді. Әттең, халқым ақиқатқа қолыңды қашан жеткізер екенсің, қашан толығың таныр екенсің, өткен жыл саған ауыр тиді. Алла Тағала Құранның Бақара сүресінің 214 аятында сендерге бұрынғы өткендердің басына келген сияқты жағдай келмей жәннатқа кірулеріңді ойладыңдар ма? Оларға ашаршылық, ауру, науқас келді. Сондай-ақ пайғамбар және онымен бірге иман келтіргендер бізге Алланың жәрдемі қашан болар екен дегенге дейін қиыншылықтар тербетілді. Естеріңде болсын, негізінен Алланың жәрдемі жақын деп айтқан. Ендеше ойланыңдар, ауруды жіберген Алла, оның емінде қоса жіберді. Оның емі қағидамен киіну, адал таза ас ішу, дәретпен жүру. Ауырып өлген жақсы ма? Жоқ, зікір тыңдап аман қалу жақсы ма? Ақша, пұлы шықпай-ақ, ақ телпекке жүгірмей-ақ, жазылып жатқандар өте көп. Сәл ақылың болса ойлан, жанияңды қинама, деп кетті мәшһүр ата. Ассалаумағалейкум. Әлеуметтік қауым, қазақ елі. Бүгін ақшам зікірі 19 қаңтар кешкі зікір. Ал ақсақал айта беріңіз өзіңіз көңіліңізде. Ассалаумағалейкум, құрметті халайық. Бүгінгі ақшам намазында көрінген көрініс бір қалың орманды көрсетті. Шыли қалың орман, үлкен екен. Соны бейнелеп қарап тұрсам, бер жағынан тегіс жер екен. Әппақ ақ қызғалтақ, енді ода жақ орманның үлкендігінде қалың орман шығып жатыр. Қызғалтақ шығып жатыр, әппақ. Шығып, ашылып жатыр, шығып, ашылып жатыр. Қалың енді, шіли қалың. Одан бір қайық келді, артында үйректер бар, зауылдап. Осылай қарай кетті, осы үш көрініс болды, кішкентай ғана шағын. Осыны көрсетті. Ассалаумағалейкум, әлеумет жамағат. Мен көргенім шүкір басталғанда түстер әртүрлі түске бояу болып нұр түсіп тұрды. Жаңа сарғы, қызыл, сарғылт болып, жасыл болып, сондай түстерге араласып. Сосын жаңа бір түстердің арасынан бір сар түстен ашылып келіп, сосын бір қамшы, екі қамшы көрдім. Біреуінің тобылғымен сапталған, біреу жай ағаш па, білмеймін енді. Қандай ағаш екен, ақшылықтау бір ағаш. Біреуін әйтеу білем,
тобылғы. Сол екі қамшы көрдім. Сол мен екі көрініс көрдім. Болсын, тұрсаң, қамшысын өткен ғой арқта. Атылар, қабыл болсын еді. Ал, маған байлығыңыз. Кеш жарық, маған зікір басталған кезде қызыл шам қайта-қайта жанып тұрды. Сосын керек көз бірінен бірі шығып отырып, нұр жауып, осы орда жап-жарық болды. Сосын Иса пайғамбардың суреті көрінді де, көзінен жас ағып тұрды, жылап тұрды. Сонда былай түсті, бүгінгі мынау суға түскендердің бойларына көз жасы қарғыс болып жабысады деп түсті. Осыны ата жолына үміт артып отыр. Осы қазіргі мынау енді басқа ұлт қой, енді орыстардың суға түскен дұрыс емес. Осыны бізге ата жолына үміт артып, халыққа жеткізу деп түсті. Осы көрген. Сәлем бердік, қасиетті халқым. Бүгінгі ақшам намазының зікірінен алған ақпаратым, зікірге Қорқыт баба келді. Сол айтқан... Бисмиллахиррахманиррахим. 19 қаңтар Жайнақ ауылы Арыстан бабата ордасы ақшам намаздан келген зікірден ақпарат. Сақама су баққан ақпаратқа қаралық шабуылы көп болып жатыр. Шындық бетке шығады. Кеңестік ластанып, тыныс тарылып, жөтел кетпейтін жөтел пайда болады. Ақтелпектен пайда жоқ, қалың киініп, термен кетіру. Сүйінбай атаның белгісімен сүнген шумақ келді. Теңселген халық елеуіштен өтіп, Қайназар ата қайсарлық салат, Құдайдан сана сұрау адаспай, тура жолыңды табу. Өкімі түсіп, қазығы қағылып, әруақ жолы бекіліп, қол сермеген пендесі іле салмай қалады. Қолдауға ілінген пендесі ақталып ақтық жолын табады. Ақ жаулығымен аластап, Айша ана ақтап тұр. Сүйінбай ата қалам ұстатып, шешендік салып тілге жан болата, топты жарып шық алдыға дегенде ақпарат. Бисмиллахиррахманиррахим. Түктібай ата ордаға келіп, қобызымен қаралық тазатып кетті. Сосын зікірде ем жүрді, тербетіп кетті, бойға күш қуат құйылды, батырлық салды. Бірінші көріністе батырлар келді. Киінген тақуалы бұрынғы киімдермен басқа ұлтында батырлар келіп тұрды. Сосын тоғай ағаштар, аспанда көп жұлдыздар көрінді. Сосын былай келді, халық теңселуде үрей ізденуде дейді, үрей кірген қорқыныш. Ата жолға жүректер бұрып, иманға келеді дейді халық. Халық теңселіп, кімге сенелерін білмей саналары ашылады. Ата жолды таңдайды. Білім ілімге қарсы алуға, білім ілімді меңгеріп қарсы алуға дайындалу керек. Әлеуметтік топ. Көрді ортада ауада сиыр бар. Жайылып жүр, сабан жеп жүр. Өзімізде сиырымыз. Құран ішінде тауықтар бір жерге жиналып, өздеріне бір айтатындай, жиналайық бір жерге дейін дейді. Сосын бір көгершін ішіп көрді да, жақын жерге ұшып келіп қонды. Сондай ақпарат. Қаңтардың 20-сы таңғы зікірдегі ақпараттар мен көріністер. Бисмиллахиррахманиррахим. Көріністе бір үлкен алып құс көрінді. Жүні өте қалың болды. Енді бүйтіп қараған кезде басы адамдыкіне ұқсас болды. Екінші көрінісінде ол үлкен күркетауыққа айланып кетті. Одан кейінгі көріністерде тау көрінді. Ол таудың иесі киесі бар деген үн келді. Сол таудың жан жағынан будақтап шығып жатқан булар жан жаққа тарап жатты. Табиғат аясындағы әрбір тіршілік иесі зікірдің үнінен қуат алады. Одан бір сопақта үлкен тас көрінді. Ойсыл қара атаның басы деген көкейге үн келді. Сол сопақтау тас ер адамдарға күш қуат қосады екен. Одан кейінгі көріністе таудың жанында бір ер адам көрінді. Қолында таяқ болды. Жанында күтте қозы болды. Иса пайғамбар деген үн келді. Қаңтардың 16 күнгі
кешкі зікірден келген хабарды жазайымыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Абай атаны көрдім, шапан желбеге жамылған екен, алдында майшам ба әлде шарық па, бір шам ба әйтеуір желдің лебі кеп тұр екен да, ана шам қозғалып тұр екен, әлде бір от па. Сосын алда үлкен кітабы жатыр екен, өте қалың жаңағы кітап, ішінде жазулар, сол арабша ма түсінбедім. Тез-тезден желдің лебімен парақталып жатыр екен, өзі қозғалмай тақия киіп қарап отыр. Сосын танымал бір қоғам қайраткері ма, жазушы ма әлде жоғарыдағы біреу қайтыс болыпты, қара тасқа атын жазып қойыпты, сұр көк тас тұр екен, өте кішкентай елеусіз болып тұр екен. Қаншалықты жұртқа танымал елеулі болды, енді қайтыс болғаннан кейін ана көк тасты көп кішкентай болып елеусіз болып жалғыз өзі тұр екен да. Соны қысқаша көрсетті. Сосын сипап емдейтін емшілерден қауіп бар екен, өйткені олар солай жұқтыра береді екен, өрістер арқылы жұқтыра береді. Сосын өздері де қауіп, оларға қатысты 96 деген санды көрсетті. Немен байланысты оны білмеймін, әйтеуір 96. Енді Түктібай атаның шипасы қосылды зікірге. Жаңағы ескерту емшілерге Түктібай атадан келді. Кейбір емшілер Түктібай атаны өздерінше пір тұтып, сол Түктібай атаны көмекке шақырып емдейді екен, жұрт сипағанда. Сосын бір бұлыңғыр көрініс болды. Жезден ба әлде алтыннан ба, ескі қоңырау екен, сары. Сол қоңырау үйілген шөптің жанында бір ағашқа қағылған шегеге ме ілініп тұр екен. Сондай көрініс болды. Жақсы, ал Ханифа. Таңғы зікірде жүректің қағысын реттейтін сондай зікір болды. Содан кейін мына кеңістікте маған сондай бір ауаның ішінде осындай кемпір қосақ сияқты бір осындай бір әртүрлі түстер болады екен. Сосын төменнен жоғары қарай осындай кереге көздер, сосын төртеуі бірігіп және жоғары шығып жатқан осындай көрініс болды. Сосын қазіргі кезде дейді адамдардың көбі дейді жеке көңіл қалауындағы сөзді айтады деп солай келді. Одан және мына бір ғарыштағы не деп ойладым, осындай ай сияқты екен, домаланып кетіп бара жатады екен, бір уақытта ол осындай төрт несі бар екен, осындай төрт жаққа сәулесі бар ма, жоқ осындай таяқшасы бар ма, сөйтіп домаланып кетеді екен. Бірақ та бұған осы жан жақтағы заттар, тас па әлде басқа нәрселер, сол осы заттан андай төк сияқты бір нәрсені өзіне қабылдап алады екен, сөйтеді екен, қуат алады екен. Бұл домаланып кете береді екен. Домаланып жүретін жарықты көргендер бар осыны хикмет. Домаланып кетіп баратқан жердің бетіне. Сосын мұзды мұхит деп солай түсіндім, бір мұзды жер екен. Сосын мұздың ортасы жарылған екен, сода тұп-тұнық сұп-суық суда теңіздің түбінен екі кішкентай бала, алдымен бір ұл бала шықты. Мұзды былай ұстап жоғары қарай шықты, одан кейін бір қыз бала шықты. Одан кейін және бір ұл бала шығайын деген еді, оны бір анандай тоқ-соққан сияқты болып оған тиым салды, шықпайсың деп. Соң ол судың ішінде жүрді. Содан кейін жоғары жақта және бір Құран кітабы ма тұрды да, соң ол өздігінен өзі суға түсті де, бірақ су болған жоқ, судың бетінде қалқып, сумен бірге кетіп бара жатқан көрініс көрінді. Бүгін қаңтардың 18-і таңғы зікір. Ордаға Бекет ата келді, аса таяғымен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Қазіргі қазақ еліндегі жағдайға бүкіл басы көтерілген аруақтарда қатты қиналып тұр. Өзі аз қазақтың қаны төгілмес екен дейді. Батыс халқына үлкен бір сынақ бұдан бірнеше жыл бұрын келіп еді. Iblis әрқашан өз мақсатына жету үшін адамды адамға айдап салады. Ол соңғы демі біткенше бұл мақсатынан жаңылмайды. Енді міне батыстықтар тағы да бас көтерді. Шіркін, сол бас көтеруді құрбанмен, хатим Құран шығарумен бастағанда Алла тағала жеңілдігін салған болар еді. Адамдар оны түсінбей,
тұр. Зікір туралы мүлде естігісі келмейді. Егер жоқ дегенде сол жиналғандардың 4/1 зікір тыңдағанда оқиға бұлай шықпаушы еді. Ақыры Ібліс Алматы арқылы халықты да, ел биліктегілерді де оңдырмай қақпанына түсірді. Бала жетім, ана жетір қалды. Ең бастысы, қазақ бірін-бірі қырып жатыр. Атаң қазақ жаумен алысып еді, ал бүгінгі ұрпақ бір-бірімен алысып жатыр. Бұл енді нағыз қасірет, ұлтқа келген қасірет. Әлі де дұрыс жолды таңда деп кетті Бекет ата.